Екі қабырғаңыз сынған, қазір ауырып тұрған жоқ па? Ауырып тұр, осыған жаным қиналып тұр. Енді? Мен күйеуімнің үстінен арыз күйеуім қаматтың келіп тұр мен негізі. Больница қабылдамай ма? Ау? Больница қабылдамай. Сонан түсірген жер айтпады ма сізге? Покой керек, қатты ауыр нәрсе көтерме, тек боль басатынын қабырғам бітіп. Күйеуіңіз қолмен ұрыпсың ба? Қолмен ұрыпсың. Қабырғам бітіп бөлініп қалмаған, жарылған. Осы мен екінші рет өткенде де бір сондай болып жарылған. Осы жол тағы да сондай болып. Енді. Мына кісінің қабырғасын сындырып жіберіпсіз ғой. Менің қатыным ол, сындырсам. Қалайша сіздің қатыныңыз ол кісі адам ғой? Адам болса. Постоянно мені осы ұрады. Ішіп алды да ішпейді мен. Тілі де жаман, сосын балағаттай береді мені. Постоянно сосын құтыла алмай жүрген сөзім бар ұста. Мен өзім жұмыс жасаймын негізі. Мемлекеттік мекемеде. Сол жердегі еркектермен бәрімен ойнасып едім деп мені ұра береді. Бірақ мен ол жерде 99% қатындар. Мектепте? Мектеп емес, ауруханада. Кім болып істейсіз? Санитаркамын, күтушімін. Сол жерде 99% қатындар негізі 8-ақ еркек бар, үлкен больницада 8-ақ деді еркек бар. Сол еркектердің бәрі мені қосып, мені балағаттап, үнемі балдарымның көзінше мені өстіп. Қанша балаңыз бар? Табалай береді, 2 балам бар. Енді міне полиция күтіп отыр, бұл кісінің 2 қабырғасы сынық дейді. Бәлкім жедел жәрдем шақырамыз сізге? Ауырып тұрған шығар енді? Өзім ертіп барып травмпунктке рентгенге түсіріп, анықтап алып келдім. Жоқ, енді сіз неге ұрасыз? Мен оның қабырғасын ұрсам, өзінің тілінен, өзінің тірлігінен, өзінің кәсібінен әйел еркекке сыйластықпен қарау керек. Қазір заң шығарған Қазақстан, әдемі заң. Әйелдерге билік беріп қойған. Қазір қарасаң, витрезвитель қалып, масқана бәрі қамайт жерді. Бәрінде еркектер, келең әйелдердің кесірінен барып қамалып жатқан. Әйеліңізді жиі соғасыз ба осылай? Постоянно мені. Я постоянно соғамын. Мен бәрі қазір соқпаймын деп айтсам да сіз соғады деп айтасыз ғой. Я постоянно соғам, постоянно ұрам, постоянно боқтайым, постоянно балағаттайым. Өйткені өзінің тіршіліктеріне байланысты. Сіз сияқты, сіз керемет әйел шығарсыз. Ол керемет емес. Болады ғой. Олмайды, айтқанға түсінбейді. Жаймен айтып көргенмін, қаттырақты айтып көргенмін. Болмайды. Сосын болмаған соң қол жұмсауға тура келеді. Любой еркек солай жасайды. Аты жөнім Қанағат Тастемірлі Күлмәшевпін. Мен әлеуметтік желіге жариялаймын. Жариялай беріп, маған похуй екен. Осы Тасбөгеттің тұрғынысыз ба? Мен шығарып қойған заңға да риза емеспін, бұндай заңға. Қазақстан шығарып қойған шық біткен заңына. Неге? Сонда сіз әйеліңізді ұра беруіңіз керек па? Жоқ, ол әйелдерді ұрып кетсін демес. Әйелдер мен еркектердің құқығын дұрыс бағалай білмей тұр заң. Заңды дұрыс шығармай